Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Аслан және бүгін біз сіздерменен бірге өте қорқынышты видеоларға реакция түсіретін боламыз. Мен көп болды келмегелі, неше айдан кейін түсіргенім, уже примерно 5-6 айдан кейін келіп тұрғаным болар. Сол қазір біз сіздермен бірге мұндай бір қорқынышты канал тауылған болатынымыз TikTokта, және осыған біз қазір обзор түсіретін боламыз. Как видите, бұл деген аяқтарда бір қорқынышты бір монстрларды көргем дей ма, бірдеңе дейді. Ладно, көрейік, қандай қорқынышты монстрларды көргенін. Лайктарыңыз басыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Скинволкерді көріп қалдым бейт, неде. Көрдім, натуре? Бір үйдің арасында, бір көті бір құбыжық сияқты тұр. Гномды көрдім дейді. Офигеть, натуре бір. Кітап іште нәрсе, сосын Криса адамды көрдім дей ма? Криса человек. Офигеть. Тролль дейді. Ал дейді құрсын. Тролль адам бар дейді да. Прикинь, ебать. Негізі каждый раз хоррорларды қарайсың ғой. Всегда каждый хоррорны байқайсыздар, бір көті, бір стрёмный, бір качествосы болады да каждый видеоларда. Например, или же, біреу тұрады да, бүйтіп тұрады примерно, мен сияқты. Сол енді осындай бір фигняларды көп көреміз да, Ладно, қарап бастай берейік, сіздермен сөйлеген қызық емес шығар. Осыны гигантский құс бар дейді. Мынандай, ёпты гүдік. Енді қызық екен, базарлық, 4 қанатты бар, құс бар дейді. Охереть. Ладно, бұл біздерде енді бірінші часть. Екінші частьқа кеттік ал. Так, күліп тұрған бір псих сияқты күліп тұрған жігіт дейді. Офигеть. Түріне өп кеткен, жын кіріп кеткен ба, құдай сақтасын. Сондай сияқты болып тұр ғой, примерно. Так, скинволкер. Ебать, адам сияқты бірдеңе. Типа андай жануар, адам сияқты. Ёпты кетті, грецкадан айналып кетті ма? Офигеть. Камера түсіріп алған болып тұр ғой соны, получается. Таңғалам барау. SCP-067. Ебать, не анау? Күліп тұрған әйел. Псих әйел, Буш. Біртілік екен. Тоже скинволкер. Мне кажется, скинволкер андай құбжықтар сияқты, достар. Давай просто іздеп көрейік скинволкер деп. Маған просто қызық та, скинволкер вообще сіздерге для понимания скинволкер деген кім ол? Скинволкер ол біздерде мифический существо. Андай болып тұр ғой. Типа қасқыр сияқты резко өзінің несін ауыстырады, получается, да? Бейнесін ауыстыртайды да, шайтан ғой олай шыққанда да. SCP-049. Сіздер барлығыңызды білесіздер, SCP-049 деген кім екені, ол біздерде ученый ма, сондай чумный доктор ма? SCP, да. Ебать, зетно, 173. Монахтар сияқты бірдеңе ма? Біртүрлі түрлері қырсын бір. Еще андай ғой. Пофиг кетпата ма бірдеңе ғой, машинада болса мен лучше андай развернуться етем де, қайтадан артқа таятын басып қырсын, оларға қарамай. Қуама. Так, келесі видео. Так, соғат. Олан соқты. Еба не өкітті. Бір қыз просто шапалақ беріп тастайды. Андай ғой, сразу, не өкітті деп. Шайып бастады, башқандай. Мне кажется, мифическое существо болмауы мүмкін. Скорее, может быть, просто бір соғып кеткеннен кейін, типа, білесіздер ғой, қыздың ұлдары андай не ғой, сразу миыңды жиытады да, андай. Басқа әлемнен түсіп кетқасында дұрыс жерге түсіп кетесің. Дәл сол сияқты түсініп тұрсыздар ма мен. SCP-096. Жоқ, қайда SCP-096? Тұр ғой, көздерімен тұр ғой да қарап, көрдіңіздер ма? Қайтын көрсеңіздерге. Вот мына жерде тұр ғой. Видите? Көздер шығып тұр. Тағы да SCP-096 бар дейтін аяқтарда. Қай жерінде екен? Қай жерінде 096 бар? Бақыт не істеп отыр? Ебать. Акуланы. Шау. Акула, нені көрді. Соны көрсетіп отыр ғой.
ал көрейік, ал акула не көрген, не көріп бастаған. Может бір какой-то бір нифиговый бір қорқынышты нәрсе көретін шығар. Ебать, біртүрлі да жалпы да. Сіз, короче, акуласыз, и осындайды көресіз ғой. Пов акула, короче. Офигеть. Стрёмный екен натуре, да? Ебать, это ну. Ебать. Көрдіңіздер ма? Какой-то бір, білмеймін, бір жүзіп кеткен бір адам ба, русалка ма құрсын. Охереть. Ну не. Ебать, это ну. Just no explanation, нет объяснений, короче, к этому. Санта-Клаус. Опа. Санта-Клаус салды дейді Нью-Йорктың есінде. Башнясының үстінен Кит-Паттер ұшып. Йети. Йетині білесіздер, ол бізде снежный человек. Ебать, наверное, екен да? Не істеп отыр, ёпты, күлдіріп жатыр ма? Ебать, ебать. Өкті. Өз-өзі құлақ қолды ма? Херен, клоун дейді. Клоун дейді, да? Ебать, достар. Стрёмно, да, короче? Рейк дейтін, как не сияқты, қасқыр сияқты бір бәлет, бір қасқыр адам ба, сондай. Өткен біріне. Жоқ, қасқыр адам емес, бір. SCP-096 сияқты. Офигеть, көріп тұрсыздар ма? Короче, сен, машина айдайсың. Машина айдайсың. И алады, сенің мысалы айдап келатқан жерінен осындай бір құбыжық тұрады, короче. Бір түрлі негізінде ішік жүгіп кетеді саған, короче. Даже қатты жүгірмесе де бет жүгіріп келатқаның өзі де бір реально натуре бір қорқынышты сезім береді негізінде. Ну ладно, окей, кеттік. Келесі тағы да бір-екі видео қарайық. Так. Негіз по идее қарасақ, мына аккаунтта неше түрлі бір бірдеңе салып мысалы осындай бір. Ну, мне кажется, енді точно искусственный интеллект, но енді бұндай бейне жоқ қой. Так, юникорн. Вот мен всегда осындай қызығатын болдым. Сіздер мүмкін білетін шығарсыздар. Юникорн дегеніміз ол единорог. Бір мүйізі, бір несі бар, андай үш мүйізі бар жылқы, короче. Мүйіз деймін, қалай дейді, білмей тұрмын, ұмытып қалдым сөзді. Короче, вы түсініп тұрсыздар. И осыны, короче, камерадан түсіріп алады, өйстіп. Негізі осыған мен жаман қызығатын болдым, іздейтін болдым, не естесейсің, осы бар сияқты деп. Вот, и бір-екі видеолар бар екен. Фениксті тапқандар бар, мысалы, естіп, жанып тұрған. Дейді, не ғой, құс қой. Жанып кеткен құс. Мифический нелер ғой. Драконды тапқандар бар, мысалы, ебать. Енді қызық екен, бір түрлі екен. Драконды қарандар. Офигеть, да? Ебать, түрін қарыш. Шіріп адыр ғой, әміне мынау деген. В принципе, достар, осы пока что енді бұл видео маған жеткілікті деп ойлаймын. В принципе, сіздерге де сол. Если что, тағы да сіздерге ұнаса, әлбетте мен тағы да видеолар шығарам. Осы бойынша лайктарыңызды басыңыздар, қолдап кетіңіздер. Өте қатты қуанышты боламын, егер бұл видео жақсы аты видео жинап, просмотрлар жинап бастаса. Ал енді сіздермен болған мен Аслан. Сау болыңыздар, қош болыңыздар. Бау.